Қалада өмір қызып жатыр, күндіз сабақ, түнде кезекпен жұмысқа барамын. Кетіп бара жатқанда енем ештеңе деместен қайын ағам жайлы шығарып салған еді. Бір айдан кейін қайын сіңілімнің ұзату тойы белгіленген болатын, қанша ауылға демалыста барғым келмесе де амал жоқ. Бірақ барған сайын қатты қысылып, ұялып жүрдім үйдегілерден. Олар да ашып ештеңе айтпайды, тек ұзын құлақтан ғана естідім. Қайын ағам мен жоқта болашақ жарын таныстыруға алып келіпті. Неге екенін білмеймін, бұл жаңалықты естіп ашуым келді. Мен шетте қалып қойған сияқты болдым. Болашақ абысыным қаланың қызы екен, қайын ағам екеуі студент кездерінде танысқан. Қандай адам екен деп қызығушылық таныта бастадым. Бірде ата-енемнің оңашада келінге не айтамыз, Аянның да бағын байлағанымыз жөн болмас деп уайымдап әңгімелесіп отырғандарын естіп қалдым. Естігенімен ештеңе деп сөйлеспедім. Күннен күнге бұл шаңырақта енді маған орын жоқ сияқты болды. Өзімді жайсыз сезініп бөліктен қалған сияқты болдым. Қызымызды аман есен ұзатып, әркім өз бетінше тіршілігін жасап жүрді. Мен өзімді аямай, соңғы жағдайдан кейін бар ынтамды сабағым мен жұмысқа бөлдім. Ауылдан ата-енем хабарласқан сайын Аянның үйлену тойын қашан қозғап айтар екен деген үрей бойымды билеп, ол жайлы естігім де келмеді. Солай жүргенде тағы бір ұзын құлақтан ата-енемнің қалаға келіп, болашақ құдаларымен танысып кеткендерін естідім. Бұл мен үшін ауыр соққы болды, менен неге жасырып жүр деп қатты ызам келді. Онсыз да бәрін Аянның өз аузынан естігенім бар, ата-енем айтса қайтер еді деп. Ары қарай түк білмегендей жүрудің қажеті жоқ сияқты, соңғы жаңалықтан кейін ауылға барып, ата-енеммен сөйлесейін деп ойладым. Шер 9 бөлім. Атам әңгімені бастай алмай біраз отырды. Қай? Сол түні түнімен ұйықтамай, расымен өлетін күйеуім өлді, мен не үшін біреудің табалдырығын тоздырып жүрмін деген жаман ойлар келе бастады. Ертесі күні түс мезгілі үйге әкемнің досы жолдас әйелімен келді. Менің келгенімді естіп келген екен. Әйелі маған, қызыма деп сыйлығы бар. Жалпы мен осы кісілерді неге екенін білмеймін, кішкентай кезімнен ұнатпайтынмын. Бүгінде жақтырмасам да сыр білдірмей әкелгенін алып, өзіме жақын тартып көрейінші. Анам мен жеңгем дұрыс айтып жатқан болар, енді Аян үйленсе, ол үйде жүре берудің қажеті сияқты деп ойлан бастадым. Жолдас аға мен әйелі қызым екеуміздің асты үстімізге түсіп, демалыс күні ұлдарын қалаға жіберетіндерін айтып қоштасты. Ұнамаса да көрейін деп шештім. Анам мен әкеме менің шешімім ұнады. Қызымды осы жолы төркінге тастап, өздерің үйге апарып тастаңдаршы деп қалаға кетіп қалдым. Бұл кезде қайын жұртым мені сатып кеткендей сезімде болдым. Олардың сырға салып, той болады деп қуанып келген жүздерін көргім келмеді. Аптаның аяғы қалаға жолдас ағаның ұлы келді. Танымайды емеспін, танимын ғой әрине. Екеуміздің арамыз бір жас, бірақ оған ешқашан жігіт ретінде қарамаппын. Әкесі сияқты салдырлап қалған жігіт, саябаққа барып біраз қыдырып, кешкі ас ішіп сөйлестік. Сөйлестік дегенде менен гөрі ол көп сөйледі. Мен тек тыңдап, басымды изеп қоямын. Әйелімен не үшін ажырасып кеткенін, болашаққа қандай жоспары бар, барлығын алдыма жайып салды. Тым кеш болып кетті, жатақханаға жеткізіп салуын сұрадым. Ол бүгін осы қалада тұратын бір досының үйіне қонатынын айтып, ертесі қайта кездесуімізді сұрады. Жарайды деп келісіп, жатақхананың алдына келгенде қоштасып кіріп кеттім. Ертеңгі кездесу деген ой маған мүлде ұнамады, дегенмен жігіттің көңілін қайтарғым келмеді. Жігіт сияқты ұнаса құдай бар, тіпті көңілім соқпады. Ерегіспей, әйтеуір өз өміріме өзгеріс енгізбек түрім ғой. Ашу мен ыза, реніштің жетегінде жүредім. Жолдас ағамыздың ұлы екінші күні тағы мені жатақханадан алып кетіп, екеуміз кешке дейін қалада серуендеп жүрдік.
Екінші күні тіпті батылырақ болып, менің қолымды ұстап арасында иығымнан құшақтап қояды. Әрине, бұл қылықтары маған ұнамады, сөз салып та үлгерді. Кездесудің соңы менің оған ешқандай үміт бере алмайтыныммен, және осы кездесуге ата-анамның көңілін қалдырғым келмегенім үшін келіскеніммен аяқталды. Жігіт сымақтың дәмесімен ойлағаннан да зор екен. Осы кездесуден кейін үздіксіз телефоныма қоңырау шалуын қоймады. Жеңгем де хабарласып кездесуден хабар алғысы келді. Жігітке көңілім түспегенін айттым. Жеңгем біраз үгіттегісі келіп еді. Мен сендерден бай сұраған жоқпын. Бай сұрап өтсем де жолдастың ұлына тимеймін деп тоқ етерін айттым. Артынан анам да жалма-жан хабарласып, сірә жеңгемнен естіген болу керек, мені райымнан қайтарғысы келді. Осы кезде өз-өзімді ұстай алмай, не болды сендерге, мені байдан өлді деймісіңдер, сұлтан өлгелі айтатындарың бір әңгіме. Орындалмай кеткен армандарыңды не үшін мен орындауым керек, менің мазамды ала бермеңдерші. Сендердің қара ниеттеріңнен мен осылай жастайымнан жесір қалдым деп ішімде жиналған жылдар бойы ыза ренішімді төгіп тастадым. Анам телефонның арғы жағында, мен бергі жағында жылап тұрмыз. Осы күндері ата-енемнің үйіне баруды сиреттім, әулетімізге екінші келінді түсірді. Бұл тойға қайын сіңілімнің тойына ат салысқанда өз үлесімді қоспадым, ананы-мынаны сылтауратып демалыс күндері қалада қалып қоюды шығардым. Қызымды жаныма алып кетемін деп шешім қабылдап, жатақханадан жалдамалы пәтерге ауыстым. Бала бақшаны да тауып қойдым. Бұл жаңалықтарым әрине ата-енеме ұнамады. Немерелеріне әбден бауыр басқан екеуі қимастықпен қызымның 1 жасқа толу, тұсау кесу тойын жасап беріп өзіме берді. Қызымды қолыма алған соң түнгі ауысымда жұмыс жасай алмадым. Шақырту мен адамдарға система, укол салып жүрдім. Сабағымды жақсы оқып, біраз ұстаздардың көзіне түскенім бар. Зачет, экзамен кезінде қосымша табыс тауып жүрдім, студенттерді дайындап. Медицина саласын оқу ұзақ екенін білесіздер ғой, бірақ өмірімде қанша қиыншылық болса да бір рет таңдаған оқуым үшін өкінген емеспін. Басқа студенттер секілді бәке-сәкеге сеніп оқыған емеспін, барлығы өз еңбегімен болды. Пәтер жалдап тұрғаныма ата-анам, ата-енем көмектесіп, әр ай сайын ауылдан ет керек пе, сүт керек пе, май, қаймақ барлығын беріп жіберіп отыратын. Бұл мен үшін үлкен көмек болды. Жалғыз басты ана болу өте қиын, бір баланың өзін көтеру үшін қаншама қаражат, күш-жігер керек. 2-3 баламен жесір қалып қойған әйелдердің жағдайын мен айтпасам да түсінікті. Күйбің тіршілікпен арада 5 жыл уақыт зымырап өтті. Мен бірінші жоғарғы оқуымды қызыл дипломға аяқтап, екіншісіне түстім. Өзім оқыған академияға мұғалім болып қалуға шақырту алып, осы жерде жұмыс жылдарын бастап кеттім. Шіркін-ай, бір бөлмелі болса да өз үйіміз болғанында деп армандап жүргенде, жұмыстастарымның кеңесімен депозитке ақша жинай бастадым. Қызымның тілі шығып, тәп-тәтті сөздерімен мені аулап жүрген кез еді. Бірде балабақшадан келген ол, мама, барлық балалардың әкесі бар, менікі неге жоқ деді. Жүрегім аузыма тығылып, қалай жауап берсем дұрыс болады екен деп ойланып, бар әкең, кім айтты жоқ деп өзіне қарсы сұрақ қойдым. Сөйтсем қызымды балабақшадағы басқа балалар сенің әкең жоқ деп жылатады екен. Оны естім, өксік кернеп тамағымды, ертесі ашуланып тәрбиешімен сөйлестім. Ол кісі де бейхабар екен, кешірім сұрап, енді қайталанбайды деп қоштасты. Осы жағдайдан кейін қызымның әкесі жайлы сұрағы жиілеп кетті. Ауылға апарып неде болса әкесінің жатқан жерін көрсетейін деп ата-енеме хабарластым. Олар да немерелерін сағынып қалған, қуанып жатыр. Құран оқытайық деп дастархан әзірлейтін болды. Жұмыстан сұранып қызымды алып ауылға бардық. Сандықтың түбінде жатқан Сұлтан екеуміздің той суреттерін қызыма көрсетіп таныстыра бастадым. Қызым суретті бетіне басып, әкешім сағындым дегенде үйде жыламаған адам болмады. Атасына бір қарап, апасына бір қарап, әкем қашан келеді деп қояды.
Бейіт басына барып әкесінің жатқан жерін көрсетіп қызыма барлығымыз түсіндіріп әлекпіз. Құран дастарханға менің әке шешем, ауылдағы туыстары, сұлтанның қарындасы, бала-шағасы мен барлығы келді. Мен баяғыша жас күнімдей келінді қызметіме кірісіп кеттім. Негізі көп таныстарымыз, туыстарымыз маған, сен сол үйдің келіні емес, қызы сияқтысың. Тез үйреніп кеттің деп келін болып түскелі айтатын. Енем де бұрын айтып отыратын еді, барған жерінде келінің молодец, зыр жүгіріп жүреді, өзіңнен аумай қалған деп үнемі мақтау сөздер естиді екен. Атамның 4 құбыласы түгел болып, немересін қолынан тастамай қонақтардың аяғы тарқасқанша жүрді. Осы 5 жылда біраз дүние өзгеріпті үйде, бірақ абысының құрсақ көтермеді. Аян екеуінің қаралмаған жерлері жоқ екен. Бақсы балгер, талай білікті дәрігерлердің есігін тоздырған. Соңғы жылдары өзіммен өзім болып кеткен мен үшін мына жаңалық төбемнен жай түскендей болды. Осы уақыт аралығында тіпті ойлаған да емеспін, сұраған да емеспін абысынымның туған-тумағанын. Қонақтар тарқасып, үйде қайын сіңілім отбасымен, ата-енем, қайын ағам, абысыным қалды. Абысының кішкентай балаларға қарап көзі мөлтілдеп, өзін жайсыз сезініп жүргені байқалды. Екеуміз осы уақытқа дейін ашылып сөйлеспеген едік. Мен қалада, ол ауылда. Әмеңгерлік туралы ойым жүзеге аспаған соң қайын жұрттан алшақтадым десем де болады. Кешкі асты дайындап жүріп, маған сыр шерте бастады. Ана болғысы келетін үлкен арманның орындалмай, Аянға әке болу бақытын сыйлай алмайтыны, есіне түссе жаны күйзелетінін айтып жылап алды. Оны жұбатпақ болғанмен жастайымнан жесір қалғанымды айтып өзімде жылап қалдым. Әңгімеміздің соңы абысыным өзі бір шешім қабылдап қойған екен, сонымен аяқталды. Оны естіген мен қандай ақыл қосарымды білмей, үндемей тыңдай бердім. Абысыным бедеу екен, бар кінәрат өзінен. Қанша дәрігерге қаралса да барлығының айтатыны бір диагноз. Бала асырап алуды да ойлаған екен, бірақ ата-енемнің өзара тексіз баланы қалай қабылдаймыз, қаны қандай болады, оның деген әңгімесін естіп қойып, бұл ойын жеткізе алмаған. Қанша қиын болса да қайын ағаммен ажыраспақшы екен, жұрттың сөзінен әбден шаршаған. Аян да соңғы кездері ашушаң болып кетті дейді. Сондықтан осы шешімім дұрыс деп отыр. Анасына айтқан екен, қиналсаң ажырас, ішіме сыйған балам, сыртыма да сыясың деп қолдауын білдірген. Енді үйдегілермен сөйлескісі келіп, сәті түскен күнді күтіп жүр. Абысыным екеуміздің тағдырымызды ойлап түнімен көз ілмей шықтым. Біріміз сүйгенімізден өлідей айырылсақ, біріміз тірідей айырылғалы тұрмыз. Ата-енеме арадағы әңгімемізді айтпауды өтінді. Аузымнан бір сөз шығармастан жұмыстан сұранған күндерім таусылып қалаға кетіп қалдым.